Ryanair, Wizz Air, Flyrstan, EasyJet, Flydubai, Air Asia. Бұның бәрі лоукостер әуе компаниялары. Лоукостер әуе компаниялары дегеніміз тегін жол жүк тіркелу кезінде орын таңдау сияқты әдеттегі қызмет көрсетуден бас тарту арқылы билет бағасын төмендететін компаниялар. Олардың бағалары ірі әуе компанияларға қарағанда айтарлықтай арзан болады. Мысалы 2024 жылдың 10-17 сәуір аралығында Лондон-Милан-Лондон бағыты бойынша бар әуе билеттерді салыстырайық. Ұлыбританияның ірі әуе компаниясы British Airways билеттерінің бағасы 57.683 теңге болып тұр. Ryanair лоукостерінің билеті 17.690 теңгеге сатылып тұр. British Airways билеттері 3 есе немесе 220%-ға қымбат болып тұр. Баға айырмашылығы арасында да сезіледі емес пе? Арзан лоукостер әуе компаниялары қауіпсіздіктен басқа барлық заттарда мүмкіндігінше үнемдейді. Дәстүрлі әуе компанияларының көптеген шығындарын жолаушылар үшін байқалмайтындай азайтады. Сонда лоукостердің қолжетімді билеттері үшін біз қандай ыңғайлықтардан бас тартады екенбіз? Бірге анықтап көрейік. Бүгінгі күні әлем бойынша саяхаттау ұшақтардың арқасында жеңілдесе де, әуе билеттердің бағасы кейде тым қымбат болады. Бірақ қазір билеттері арзан тұратын лоукостер әуе компаниялар қарқынды дамып келе жатыр. Алғашқы лоукостер әуе компаниясы ақш-та 1949 жылы құрылған Pacific Southwest Airlines компаниясы болған. Бірақ бұл бағыттың қарқынды дамуы 1973 жылы ғана Dallas-based Southwest Airlines компаниясының пайда болуымен басталды. Лоукостер әуе компаниясы да сізді А пунктінен Б пунктіне дейін жеткізе алады. Оларға ең керегі тек ұшақтың өзі ғана. Бірақ олардың ірі әуе компанияларының қандай айырмашылықтары бар екен? Біріншіден, лоукостер әуе компаниялары негізінде ұшақтың тек бір типін ғана қолданады. Мысалы, EasyJet әуе компаниясы тек A320 ұшақтарын қолданады. Біздің Flyrstan лоукостері де Airbus A320 ұшақтарын тасымалдайды. Ұшақтың жалғыз ғана түрін қолдану ұшқыш, механик, стюардесса сияқты мамандарды оқытуға уақыт пен ақшаны үнемдейді. Екіншіден, лоукостер ұшақтарында жолаушыларды көбірек сыйдыруға тырысады. Сол себепті борттың ішінде орындықтар көп болып, аралары тар болады. Және де орындықтардың бәрі эконом класты қарапайым болып келеді. Ұшу кезінде лоукостердің бортында тамақ тек қосымша төлем үшін беріледі. Яғни билетті онлайн аларда қаласаңыз алдын ала тамаққа да тапсырыс бересіз. Оның құны соңында билеттің ортақ бағасына қосылады. Тіпті қарапайым су үшін де қосымша ақша төлеу керек. Немесе бортта ұшу уақытында ақша төлеп алуға болады. Бұлайша лоукостерлер қосымша ақша табысын жасайды. Ал лоукостер емес әуе компанияларда ұшсаңыз, ұшу барысында сізге тағам мен сусындар тегін ұсынылады. Тіркеу кезінде өзіңізге орын таңдай алмайсыз. Ондай мүмкіндік болу үшін тағы қосымша ақша төлеу керек. Лоукостердің ұшақтары көбінесе ірі қаланың орталық әуежайында емес, басқа көршілес қалалардың әуежайында қонады. Себебі ол әуежайларда тұрақ орталық ірі әуежайларға қарағанда арзан болады. Бұл әуе компания үшін әрине тиімді. Мысалы, Ryanair лоукостер ұшақтары Лондонда басты әуежайы Хитроуда емес, одан кішірек Гатвик немесе Лутон әуежайларында қонады. Ал Францияға ұшарда Париждің өзінде емес, Парижден 85 км қашықтықта орналасқан Тиль коммунасында Бови әуежайында қонады. Ал әуежайдан Париждің өзіне дейін жолаушылар тұрақты жүріп тұратын автобуспен жете алады. Лоукостер ұшақтары әуежай тұрағында ұзақ тұрмайды. Олар әрдайым қозғалыста десек болады. Бір рейсті аяқтап әуежайға қонған соң тұрақты 1 сағаттай ғана тұрып, келесі жолаушылар тобын келесі қалаға жеткізеді. Қазақстанда да лоукостер әуе компаниясы бар. Мысалға, Air Астананың еншілес компаниясы Flyrstan. Бұл лоукостер арқылы Қазақстанның ірі қалаларына да, кейбір шетелдерге де арзан билеттермен ұшуға болады. Қазақстанда лоукостер әуе компанияның пайда болуы біздің әуе қатынасы саласына және халық үшін тиімді. Салада бәсекелестік дамып, әуе билеттерінің бағасы халық үшін қолжетімді болды. Қазақстанда авиациядағы бәсекелестікті дамыту үшін тіпті Flyrstan Air Астанадан бөлек әуе компаниясы болып бөліну туралы ұсыныстар болған. Бірақ мамандар ойынша бұл әуе билеттердің қымбаттауына алып келуі мүмкін. Қорытындылай келсек, азаматтық авиация саласында лоукостер сияқты таңдаудың болуы көптеген қызық елдерді көруге мүмкіндік береді. Ал Қазақстанда тағы басқа лоукостер немесе ірі әуе компаниялардың пайда болуы нарықта жақсы бәсекелестіктің дамуына және салада монополизмнің болдырмауына көмектеседі. Сондай-ақ тұтынушыларда әрқашан таңдауы болады. Лоукостер әуе компаниялары жайлы сіз қалай ойлайсыз? Шетелдің лоукостермен ұшып көрдіңіз бе? Ал біздің әуе компаниялар туралы пікіріңіз қандай? Комменттерде бөлісіңіз.